Бастамас бұрын каналға жазылып, 1000 жазылушыға жетуге көмектесуді ұмытпаңыз. Сондай-ақ бұл видеоға 2000 лайк жинайық. Қиын көрінуі мүмкін, бірақ сіздерге сенем. Драманың басында біз 2 апта бұрынғы уақытқа ораламыз. Әйелдің дауысы естіледі. Ол пәтерінің есігін ашып, үйге келгенін жай ғана айтады. Бірақ оған ешкім жауап бермейді. Оған тек ақылды үй жүйесі ғана автоматты түрде сәлемдесіп жауап береді. Сонда да ол жай ғана жымиып қояды. Бұл әйел Солми біздің басты кейіпкеріміз, және ол жалғыз өмір сүруге әбден үйренген сияқты. Ол дауыстап күнін есептеп өз-өзімен сөйлесе бастайды. Ол күніне 24 сағат бар дейді. Оның 6 сағаты ұйқыға, 10 сағаты жұмысқа кетеді. Ал қалғанның бәрінен кейін өзіне тек 3 сағат 30 минут қалады. Бірақ ол бұған қайғырғанның орнына жымиып ақырын ғана, бүгін ең керемет күн. Ешқандай уәде жоқ, ешқандай жоспар жоқ, ешкімге есеп берудің қажеті жоқ дейді. Солми шынымен де жалғыз болғанда ең бақытты екенін шын жүректен сенеді. Келесі көріністе біз қарбалас сауда орталығына ауысамыз. Солмидің құрбысы Чион оны сауда орталығына ертіп әкелді, бірақ олар көңіл көтеру үшін келген жоқ. Чионның айтуынша, оларды өте маңызды шұғыл мәселе күтіп тұр. Мәселе Солмидің колледждегі құрбысы мен Антиянның үйлену тойына не киетініне байланысты. Чион оған барлық ескі сыныптастары жиналатынын, оның ішінде Солмидің бұрынғы жігіті Се Джун да болатынын, ал қазір оның басқа қызбен кездесіп жүргенін еске салады. Чион Солмидің керемет көрінуі керек деп қадап айтады. Бірақ Солми бұл сөздерді жай ғана күлкіге айналдырады. Ол сабырлы түрге олардың қарым-қатынасы баяғыда аяқталғанын, енді дәлелдейтін ештеңесі жоқ екенін айтады. Алайда Чион берілгісі келмейді. Ол дүкеннен әдемі көйлек көріп қалған сәтте, бірден Солмиді оны киіп көруге итермелейді. Одан кейін екі құрбы мейрамханада бірге отырып әңгімелеседі. Чион кенеттен Солмиден жалғыз тұру қиын емес пе деп сұрайды. Солми еш ойданбастан, тіпті сәл емес деп жауап береді. Чион сұрағын жалғастырып, Солмидің жігітпен кездесуді немесе қарым-қатынас құруды ойлай ма деп сұрайды. Солми өте прагматикалық жауап береді. Ол егер жігіті болса, компаниясы оған жалақы көтермейтінін айтады. Керісінше ол тек шаршап көбірек ақша жұмсайтынын айтады. Сондықтан оның ойынша кездесудің еш тиімділігі жоқ. Чион күліп, шын мәніндегі қауіп барлық психологиялық энергияңды сорып алатын, жетілмеген жігітпен бірге қалу дейді. Солми иығын қиқаң еткізіп, шешімі оңай деп жайбарақат жауап береді. Тек есейген ер адамды табу керек, немесе одан да жақсысы дәл өзі сияқты адамды табу керек дейді. Чион оған біртүрлі қарап, бұл дегенім аса қиын емес, бірақ сәл суық әрі салқынқанды адам деген сөз ғой дейді. Солми бұл сипаттаманы мақтау ретінде қабылдайды. Одан кейін біз Nemo Webtoon компаниясының кеңсесіне ауысамыз. Бүкіл команда шулы жаңалықтан дүрлігіп жатыр. Келесі команда жетекшісі болуға жақын тұрған аға продюсер Мырза Чо кенеттен жұмыстан бірден шығып кетті. Ол ешкімге тоқтамай, ештеңе түсіндірмей, барлығының көзінше кеңседен тікелей шығып кетті. Қызметкерлер өзара сыбырласып жатыр. Әңгімеге қарағанда, оның кенеттен жұмыстан кетудің себебі Нейманың ең үздік жазушысы Лонсонды басқарудың стресі болған екен. Көп ұзамай кеңседегі өзек бір үлкен сұраққа айналады. Енді Инсонның аккаунтын кім бақса? Екі есім тез арада аталады. Компанияның жұлдызы болып келе жатқан продюсер Пак Гын және Солми. Солми бұл әңгімені естіп қалады, ал оның түрі бәрін айтып тұр. Келесі көріністе компания директоры кафеде белесімен кездесу ұйымдастырады. Солми мен Пак Гын екеуі де бөлек келіп, әрқайсысы директорға сыйлық ретінде макарон әкеледі. Бірақ олар бір-бірін көргенде бұл кездесудің жай ғана сәйкестік емес екенін түсінеді. Директор оларға тура айтады, екеуінің бірі Онсонның продюсері болуы керек. Сондай-ақ ол екеуінің соңғы кезде компания кештеріне қатыспай, командалық рухты мүлде көрсетпей жүргенін атап өтеді. Бірақ соған қарамастан ол шешімді тек кәсіби қабілетке сүйеніп қабылдайтынын уәде етеді. Одан кейінгі оқиға эпизодтағы ең күлкілі сәттердің біріне айналады. Лауазымға таласудың орнына екі продюсер де бірден бір-бірін мақтап, жауапкершілікті екінші адамға жүктеуге тырысады. Пак Гын Солмидің жазушыларды басқарудағы шеберлігі жоғары екенін айтып, бұл жұмысты міндетті түрде оның алу керектігін айтады. Солми дереу Пак Гынның жетістіктері мінсіз екенін алға тартады. Оның басқаруындағы әрбір жазушы ақырында үлкен жетістікке жетеді. Ол тіпті оған бұрын өз айтқан сөзін еске салады. Оның жобаларында ерекше атап өтерлік ешқандай артықшылық жоқ. Бұл оның бұл жұмысқа лайық еместігін анық дәлелдейді. Пак Гын сабырлы түрде жауап береді. Янсонгтың өзі жұмыстың көп бөлігін жасап қойған, сондықтан басқаруға көп нәрсе қалған жоқ. Солми құрғақ қана, егер солай болса, онда өзіміз отырып, өзіміз істей саламыз деп жауап береді. Директор екеуінің айтысын мүлде ешқандай эмоциясыз қарап отырады.
Ақыры ол күрсініп, яғни етеуің де бұл жұмысты қаламайсыңдар ғой дейді. Сосын ол тікелей Сомиге қарап, Соми, сен оны басқар дейді. Ол түсіндіреді, қазір Соми бар болғаны 6 авторды ғана басқарады, әрі алғашында ең соңында романтикалық әңгіме жазуға бағыттағанда болған. Соми қарсы болуға үлгермей жатып, ол кенеттен орнынан тұрып, басқа жиналысы барын айтып кетіп қалады. Соми қалаған емес, жауапкершілікпен жалғыз қалады. Одан кейін біз ақыры компаниядағы ең үздік вип-тон авторы Ансангпен танысамыз. Пәтерінің сыртында бұрынғы продюсері есікті қатты қағыпты. Ханым Йон, есікті ашыңызшы. Соңғы файлдарды беріңізші. Пәтердің ішінде Ансанг сабырлы түрде өзінің вип-тонның соңғы бөлімін, яғни танысуға тиіс апты. 20. Экран жыпылықтап кетті. Жүктеу аяқталды. Ол бұл бөлімді дәл өзі қалаған уақытта өз шарттарымен жариялады. Осы сәтте сол мидың баяндауы тымыш қана естіледі. Тіпті қаһарлы аққан жасушаларынан да сырғып өте шығатын тұмау вирусы секілді. Ансанг менің күнделікті өмірімді толықтай жаулап алған кезі болған. Бұл сөйлем маңызды бір нәрсені аңғартады. Олардың қарым-қатынасы тек кәсіби ғана емес. Араларында бұрыннан бір тарих бары анық. Осы уақытта Ансанг жұмыс күні ортасында Сомиге қоңырау шалады. Ол интернеттегі тролльберге қатты ашуланып, бірден заңды шара қолдану туралы айта бастайды. Тіпті әкесі арқылы адвокатпен де хабарласқанын айтады. Соми сабырлы түрде оны тыныштандыруға тырысады. Бірақ Ансанг кенеттен тақырыпты өзгертіп, осы айда жариялаудан үзіліс алуға бола ма деп сұрайды. Соми аңқаң болып қалады. Ол оған өткен айда-ақ үзіліс алғанын еске салады. Қоңырау оңтайсыз аяқталады. Келесі күні Соми Амиянның үйлену тойына қатысады. Жион бірден бір нәрсені байқайды. Соми оның ұсынған көйлегін кимеген. Керісінше ол өте қарапайым киінген. Соми бүгін әсер қалдырудың қажеті жоқ дейді. Көп ұзамай олардың ескі университеттегі достары келеді, кездесу басталады. Барлығы Сомидің әдемі көрініп тұрғанын мақтап, ескі сыныптастарын еске алып әңгімелеседі. Біреусі Джунгның әлі Америкада екенін, және келесі аптада оралатынын айтады. Ол бұл жерде болмаса да, бір түрлі түрде өзінің мінсіз өмірін көрсетіп үлгереді. Соми бәрін сабырлы түрде бақылап, ешқандай сезімін білдірмейді. Салтанаттан кейін Соми өткенін еске алады. Ол және жігіті қонақтардың біреуінің сәбиін ұстап тұрғанын көреді. Ол үнсіз ғана бір күні өзінің баласымен осылай көтергісі келетінін айтады. Соми одан кімді жар етіп алғысы келетінін сұрайды. Ол жай ғана иығын пихан еткізеді. Жұлдызша бір күні біреуді. Жұлдызша. Соми сәл ренжіп қалады. Өйткені ол болашақ туралы айтқанда әрдайым менбейді. Ешқашан біз деп айтпайды. Бұл кішкентай ғана сәт болса да, Сомидің тәуелсіздігінің артында тыныш жалғыздып жатқанын көрсетеді. Кеңседе Соми ресми түрде Баккионның жұмысты қабылдап алады. Ол сабырлы түрде вип-тонның көрсеткіштері, жарнамалық келісімдер мен аудитория мәліметтері туралы түсіндіреді. Барлығы мінсіз ұйымдастырылған. Тіпті мінсіз ұйымдастырылғандай. Сомидің ішкі ойлары бәрін айтыпты. Ол бұл жарылуға дайын бомбаны маған тастап, өзін керемет сезініп тұрған шығар. Кетпес бұрын Баккион оған күтпеген жерден саунаға купон жібереді. Көрінеді, мырзат жоқ, оған бұл керек болып кетті. Соми бірден бас тартады. Маған керек емес. Не болса да үйде ұйықтаймын. Баккион сыпайы ғана жымиып шығып кетеді. Соми оның кеткенін қарап тұрып, іштей ойға шомады. Содан кейін әріптесі оған, бүгін Ансангмен жиналысым бар ғой, иә дейді. Дәл сол сәтте түскі ас уақыты болып, бәрі асханаға кетіп жатыр. Бірақ жиналыс басталмай жатып, Ансанг күтпеген жерден мейрамхананың алдында ерке пайда болады. Сомидің әріптестері бірден қашып, оны жазушымен жалғыз қалдырады. Түскі ас кезінде Соми веб-тонның оқиға желісіне қатысты алаңдаушылығын абайлап жеткізеді. Басты кейіпкерді Чве Удың отбасы үнемі қорлап, соңында оны өзі құтқарабын қайталана беретін сюжет оқырмандарды шаршата бастауы мүмкін. Ансанг бірден қарсы шығады. Ол оқырмандар оқиғаға шағымданғанымен бәрібір оқуды жалғастыратынын айтады. Сосын ол одан да өткір сөз қосады. Ол әрдайым Сомидің осындай болатынын, тым ақылды өзіме бір толқындас емес екенін білгенін айтады. Соми сабырлы түрде, егер менімен жұмыс істегің келмесе, режиссерге айта салуына болар еді деп жауап береді. Бірақ Ансанг бұл сөзді елемей қояды. Бәрін бұрынғыдай бірге шеше саламыз дейді ол. Бұл сөздер жаңғырып, онымен бірге өткен шақтың қысқа көріністері, физиолс дедлайндар, бей-берекет көз алдына келеді. Келесі көріністе жиатты технологиялық компаниядан Мин Хён есімді ер адам Ансангмен кездесуге келеді. Ол Boyfriend on Demand деп аталатын жаңа виртуалды танысу сервисін таныстырады. Қосымшада қазірдің өзінде Ансангның веб-тонына шыққан Чве кейіпкері қолданылады, әрі қолданушылардың пікірі өте жақсы.
Енді ол оның басқа туындыларындағы басты кейіпкерлерді де қосуды қалайды. Йонсон қалжыңдап, олардың көбі мебізі чірве удым арзандау нұсқалары ғой дейді. Бірақ сол кез арада одан да жақсы идея ұсынады. Оның орнына екінші пландағы кейіпкерлерді қолдансақ ше. Бақты соңына жете алмаған кейіпкерлерді оның ұсынған ұраны қарапайым, бірақ өте тапқыр. Енді оны басты кейіпкер ететін кезеңде Мин Хён бұл идеяға бірден ғашық болады. Келісім іс жүзінде бекітілді деуге болады. Іздесуден кейін Мин Флон тыныштыққаннан соң Миге тағы бір ұсыныспен келеді. Ол сол Мидің Boyfriend on Demand қосымшасына арқылы бетасынақшы болуын қалайды. Сол Ми қосымшаны бір ай пайдаланып, виртуалды кездесулерге қатысып, шынайы пікірін айтуға. Бастапқыда сол Ми бұл ойды оғаш деп санайды. Бұл өте шынайы рөлдік ойын сияқты естіледі. Бірақ ол ақы төленетінін айтқан сәтте, сол Мидің түрі мүлде өзгеріп кетеді. Ол оның визиткасын алып, ойланып көретінін айтады. Келесі көріністе сол Ми түнде пәтерінде жалғыз отырады. Boyfriend on Demand құрылғысы келіп жеткен. Ол нұсқаулыққа сай жарқыраған сафина тәрізді гарнитуаны басына киеді. Сосын қызыл түймені бақады. Сақина кенеттен жанып кетеді. Үш сәтте оның айналасындағы әлем өзгеле бастайды. Алдымен ауа салқын, кейін жылы болып сезіледі. Оның айналасындағының бәрі мүлде басқаша көрінеді. Сол Ми баяу айналасына таңырқап қарайды. Сол кезде ол тура алдында біреудің тұрғанын байқайды. Таныс жүз, ол өте жақсы білетін адам. Бұл Чхве. Дәл сол сәтте қосымша көңілді дауыспен құттықтаймыз, сол Ми ханым. Сіз алғашқы кездесуде шықтыңыз деп хабарлайды. Чхве оған тік қарап, жұмсақ дауыспен, сіз жақсысыз ба деп сұрайды. Бірақ сол Ми оның дауысын әрине естиді. Оның санасы мүлде қатып қалған, өйткені бұл адам шын болмауы керек еді. Орқып кеткен ол Сақинаны саусағынан тез жұлып алады. Келесі сәтте бәрі ғайып болады. Ол кенет шындыққа оралып, өз пәтерінде отырғанын көреді. Жүрегі қатты соғып тұр, және ол болған оқиғадан мүлде есеңгіреп қалған. Ол қолындағы құрылғыға қарап, сенде, Мин Хён, сен нағыз даныштансың. Саған шынымен құрметім зор дейді. Келесі көріністе сол Ми қайтадан қосымшаға кіреді. Бірақ бұл жолы ол психологиялық тұрғыда дайын, немесе өзі солай ойлайды. Ол қайта қосылған сәтте өзін жарқын әрі жайлы, түрлі түсті әшекейлер мен плакаттарға толы жерде тұрғанын көреді. Оның алдында көңілді жас әйел тұр. Әйел өзін сол Мидің жеке танысу менеджері ретінде таныстырып, оны жай ғана Уми деп атай беруіне болатынын айтады. Сол Ми абдырап айналасына қарайды. Ол қайда екендерін және нақты не болып жатқанын сұрайды. Менеджер сабырлы түрде бұл жердің түгелдей виртуалды шындық әлемі екенін түсіндіреді. Бұл әлемге кірген әрбір қолданушының қолында автоматты түрде арнайы сақина пайда болады. Ереже өте қарапайым. Егер сақинаны шешсеңіз, жүйеден бірден шығып кетесіз. Сол Ми сәл ойланып, ең маңызды сұрақты қояды. Менің шынайы денем қазір үйде қауіпсіз бе? Менеджер бәлкім деп жауап береді. Одан кейін менеджер оны бір есікке алып барады. Есіктің үстінде сен білетін не көрінетін ер адам деген жазу бар. Бұл Йонсонның веб-тулының атауы. Ол бірде не болатынын түсінеді. Ол баяу ішке енеді. Екінші жақтағы әлем оның сан рет оқыған веб-тулындағыдай дәл солай көрінеді. Сигрофтың сәнді кеңселері, жылтырап тұрған едендер, мінсіз костюм киген қызметкерлер кәсіби түрде ары-бері жүріп жатыр. Содан кейін сол Ми өзіне күтпеген нәрсені байқайды. Ол енді веб-тулындағы басты кейіпкер қыз Ри сияқты киінген. Бұл енді ол өзі жақсы білетін оқиғаның ішінде қонақ үй қызметкерінің рөлін сомдап жүргенін білдіреді. Бірақ ол жағдайды толық түсініп үлгермей жатып, байқамай біреудің үстеліне отырып қалады. Дәл сол сәтте кеңсенің есігі кенет ашылады. Чхве ұшти кіреді. Веб-тулында сол Ми әрдайым суретшінің онапын мінсіз, тіпті шынайы емес сұлулықпен бейнеленгеніне сенетін. Бірақ енді ол бұл виртуалды әлемде оны көргенде шын мәнінде таңғаларлық нәрсені түсінеді. Сурет шындықты тіпті жеткізе алмаған екен. Бір сәтке оның миы мүлде жұмысын тоқтатып қалады. Чхве үстеліне қарап, өпкен дауыспен, бір қызметкер менің үстеліме отыруға батылы жетіпті. Шығып кет. Қазір дейді. Сео Ми үстелден тез секіріп түсіп, есікке қарай жүре бастайды. Бірақ кенеттен Чхве оны тоқтатады. Ол оған біраз уақыт мұқият қарап, ақырын ғана, біз бұрын кездестік пе? Деп сұрайды. Сол сәтте Сео Мидің ішкі дауысы жауап береді. Міне, бұл Чхве удың классикалық бірінші сөзі. Ол келесіде не болатынын дәл біледі, өйткені бұл көріністі веб-тулынан бірнеше рет оқыған. Чхве оған баяу жағындап әсерлі мойындауын бастайды. Ол оны құтқарған күннен бастап іздеп жүргенін, бір сәтке де ұмыта алмағанын, және әр түні түсінде оның жүзін көретінін айтады. Сео Ми бүкіл сөзін тыңдап болып кенеттен, ой, сұмдық. Бұл жігіт мүлде есінен адасқан ба?
бұл мен естіген ең ұят сөз деп айтып қалады. Толығымен адырап, ол бірген саусағындағы жүзікті шешіп тастайды. Сол сәтте ақ таза үреймен ол қайтадан жүйеден шығып кетеді. Ал осы уақытта шынайы өмірде, нәмі кеңсесінде шиеленіс күшейіп келеді. Вансонның тамсуға тұрарлы адам атты вебтонның рейтингі біртіндеп төмендеп барады. Директор Пакланды үнсіз ғана өз кеңсесіне шақырып, жаңа жоспарын айтады. Жаңа танымал вебтон авторы Хвани енді әр жұма сайын, бәл сон сияқты күні жаңартулар шығаратын болады. Яғни тікелей бәсекелестік. Кездесуді аяқтамай тұрып, директор тағы бір нәрсе қосады. Сол ми бұдан хабарсыз болсын. Дақ кеңседейді жаңалық кезді. Ақпарат тараған сәтте-ақ сол ми бұл туралы естиді. Ол бірден оларға барып, мұндай үлкен кезде өзгерісіне өзі тағайындалған продюсер болғандықтан қатысуы керек екенін айтады. Оған берілген жауап қысқа әрі немқұрайлы болды. Сен менің бастығым емессің. Шешім әлдеқашан қабылданып қойған. Енді ол ештеңе істей алмайды. Одан кейін сол ми бұрын мән бермеген біртүрлі нәрселерді байқай бастайды. Чхве барлық жерде. Метро жарнамаларында, дүкендердегі кітап сөрелерінде, тіпті пластикалық хирургия клиникасында оның түрін сұлулық эталоны ретінде қолданады. Кафеде екі әйел оның қаншалықты сымбатты екенін қызу талқылап отыр. Ол қалада жүргенде бүкіл әлем Чхве уды әр бұрышта алдыма шығарып жатқандай сезіледі. Келесі көріністе сол ми қосымшаға қайта кіріп, бұл жолы әлдеқайда нақшешінен әгеліге. Өзіне кәсіби болуды ескертеді. Вебтон әлеміне кіргенде оқиғаның алға жылжығанын байқайды. Енді ол хатшы бөлімінде жұмыс істеп жүр, яғни Чхве оны сол жерге ауыстырып, өзіне жақындапқан. Көп ұзамай оның бас хатшысы керек, өте қатал әрі мінсіз жинақы Менжу. Ол өзін ресми түрде таныстырып, мырза Чхве атынан жұмыс сұхбатын өткізетінін хабарлайды. Сол ми оған қарап қалады. Кездесу үшін жұмыс сұхбаты ма? Бірақ мен Жу барынша байттен жалғастырып, сүйікті тағамы, хоббиі, идеал жібек кетімен ұнататын саяхат бағыттары туралы сұрайды. Сол ми сиыр, шошқа еті және жалпы барлық ет түрін ұнататынын айтады. Ол күлкісін әрең ұстап отыр, іштей бұл сұрақтарды өзі қоюы керек емес пе? Неге басқа біреуге істетіп отыр деп ойлайды. Сосын Чхве мен Жу арқылы тағы екі сұрақ жібереді. Аллергиясы бар ма және аяқ киім өлшемі қандай? Сол ми қасын көтеріп ештеңе демейді. Одан кейін Чхве оны өз кеңсесіне шақырады. Ол есікті қағуға дайындалып жатқанда, мен Жу оны бірден тоқтатып, Чхве мырзаға екі рет қағу ұнамайтынын түсіндіреді. Тек бір рет жұмсақ қаққанға ғана рұқсат. Ол есікті ақырын қағып көреді, бірақ мен Жу оған бұл жолы да сәл қаттырақ болғанын айтады. Ақыры сол ми ішке кіреді. Ол кірген сәтте қатып қалады. Бүкіл кеңсе гүлге толы, ондаған гүл бөлме бойы әдемі етіп орналастырылған. Ал бүкіл гүлдердің ортасында сабырлы күйде тұрған Чхве оның реакциясын мұқият бақылапты. Сосын ол жай ғана әйелдің жүрегін жаулау үшін ең жақсы тәсіл дейді. Сол ми бүндірге қарап жай барақат, ой, бұлай істеудің қажеті жоқ еді деп жауап береді. Бірақ Чхве бірден өте байсалды түрде жауап береді. Мен сені азғырып жатқан шығармын, бірақ ой дегеннен гөрі сәл көбірек құрмет күтемін дейді. Сол ми ұялып тұншығып қала жаздайды. Өзін жинап алып, жағдайды түзетуге тырысып, әрі қарай не болатынын сұрайды. Чхве оған қарап, менімен бірге жүрді. Келесі көріністе ол оны сәнді сауда үйіне апарып, қалағаныңды киіп көр деп ертім айтады. Сол ми дизайнерлі қабатының ортасында тұрып, бір сәтте өзін симуляцияда екенін ұмытып кете жаздайды. Одан кейін оны екеуіне ғана жалға алынған жеке бассейнге апарады. Сол ми бос тұрған бассейнге қарап, жүзбейтін болсаң, неге бүкіл орынды жалға алдың деп сұрайды. Чхве жай ғана саған ұнамай ма деп сұрайды. Ол сәл кідіріп, жаман емес деп жауап береді. Одан кейін кездесулері күрт қызықты бола түседі. Чхве оны жеке ұшақпен болсын кешкі ас орнына түнгі аспан астында қалып тұрған ұйықтыға апарады. Дельфинді қайықтың жанында жүзіп, олар су бетімен жүзіп барады. Сол ми бұл сәтке толықтай бауралып қалған, бірақ мұны өзіне мойындаудан бас тартады. Келесі көріністе оларды жағажайда көреміз. Сосын кенеттен, еш ескертусіз, Чхве оған бұрылып, кел, құда түсейік. Ата-анаммен өзім сөйлесемін дейді. Сол ми бірген аузын бағысын шашып жібереді. Ол оған сенбей қарап, сен есім дұрыс па? Кет дауыстырап жібереді. Чхве қасын көтеріп, сенше болдым ұсынысына аузын бағысын шашып жауап берді ме? Дейді. Ол тез арада олардың тек кездесіп жүргенін, одан артық ештеңе жоқ екенін түсіндіреді. Чхве біразға дейін үнсіз қалады. Сосын сабырлы түрде, жарайды құда түспесек те болады. Оның орнына дейді. Бір сәтке ол әлсіз көрініп кеткендей болады. Ең болмаса, менің қызым бола аласың ба? Бұған дейін ешкімнен ештеңе сұрап көрмеп едім. Сосын ол оны сүйеді.
Одан кейін ол кішкентай сыйлықты ұсынып, жай ғана мұны да сұрауым керек пе деп сұрайды. Осы сәтте сол мидың миы мүлде істемей қалады. Ішкі дауысы айқайлап, дофамин шамадан тыс көктей. Ялып жүзі бал-бұл жанып, ол тезірек көзін басқа жаққа аудырады. Чхве байқап қалып, неге басқа жаққа қарап кеттім деп сұрайды. Ол ыңғайсызданып, мен бе деп жауап береді. Ол жай ғана жымияды. Сол сәтте кенеттен виртуалды әлем өшіп қалады. Сабырлы жүйе дауысы: Сиоми ханым, Чхве, умен кездесуге бөлінген 50 сағат уақытыңыз аяқталды деп хабарлайды. Сиоми аң-таң болып айналасына қарайды. Не дедіңіз? Қызмет мерзімі аяқталды. Ол бірден жоқ деп айқайлап, әлем еріп бара жатқанда, Чхве оған қарай қолын созады. Ол оның атын атап шақырады, бірақ көрініс көз алдында жоғалып кетеді. Келесі сәтте ол өз пәтерінде жалғыз өзі отырып, жүзікті ұстап, бос кеңістікке қарап қалады. Тек сол кезде ғана ол бұрын оқымаған шарттарды оқиды. Ер адам кейіпкермен тек 50 сағатқа дейін ғана кездесуге болады. Бірақ мұның бәрінен бұрын өткен түнде Сиоми әлдеқашан әрекетке. Виртуалды әлемнен қуылып шыққаннан кейін әлі де ашулы күйде, ол түннің бір уағында Йонсомның үйіне асығып барып, есікті қатты қаға бастады. Есікті ашқан Йонсом шаршаған әрі ашулы күйде көрінді. Сағаттың қанша болғанын білесің бе? Сиоми тез жауап берді. Мен түсіндім. Чхве, не істеу керектігін енді білемін. Ол өз ойына келген жаңалығым қосымшаны айтпай-ақ шығармашылық идея ретінде түсіндірді. Мәселе ешқашан Чхве удың өзінде болған жоқ. Тым жасанды диалогтар, драмалық сөздермен әсіреленген эмоциялар, міне мәселе осыларда. Бірақ ол бейнелейтін қиял ешқашан проблема болған емес. Ол классика, әйел оқырманда шынымен қалайтын қиялдың түрі, шаршаған өмірінен қашып шығудың жолы. Көрермендер одан ешқашан жалыққан емес. Олар тек орындалуынан шаршады. Ұятты жинап қойып, сезімге көбірек мән беру керек. Дүкендегі көрініс, бассейндегі сәт, тек сені ғана қалайтын қуатты ер адам, міне, осылар арқылы оқиға қайтадан әсерлі бола түседі. Йонсон үнсіз тыңдап отыр. Ол түні бойы жұмыс істейді. Келесі таңертең нәтижелер бірден көрінді. Жаңа эпизод шығады, оқырмандар бірден жауап береді. Жауаптар жаңарады. Хван Хидің жоспары 3 орынға шығады, ал Йонсонның танысуға тиіс адам шығармасы қайтадан көтеріледі. Кеңсені қуаныш кернейді. Барлығы Сиомиді құттықтауға асығады. Ол мерекенің ортасында үнсіз тұрып, жұмсақ жымиып, болған оқиғаның бәрін әлі де ой елегімен өткізіп тұр. Келесі көріністе Сиоми қосымшаға қатысты пікірін тапсыру үшін Мин Хёнмен кездеседі. Ол оқ шығып, басын изейді де, дәл күткендей анық әрі жақсы жазылған дейді. Сосын ол шын ниетімен сұрайды, өзінің веб-тылындағы кейіпкермен сәйкестік тапқаны қызық екен. Бұл қандай әсер қалдырды? Сиоми сәл ойланып жауап береді, қызық болды. Бітті, қызықтан да артық шығар. Мин Хён одан неде сессияны ерте аяқтағанын сұрайды. Сиоми Чхве басынан-ақ талапты тым жоғары қойғанын түсіндіреді. Мин Хён сабырлы түрде жауап береді, Сиу ханым, әлі 899 кейіпкер бар ғой. Чхве удың ең үздік екеніне неге сонша сенімсіз? Қалған уақытыңыздан бас тартсаңыз, кейін өкінуіңіз мүмкін. Сиоми үнсіз қалады. Сол кеште ол дегенде өзімен өзі далдафа. Бөлме ішінде ары-бері жүріп, енді қайта кірмейтінін өзіне қайталайды. Өзіне бұл сервисті толық түсінгенін айтады. Қиялдағы ер адам үшін қайтып оралуға еш себеп жоқ. Сосын ол кенет тоқтап, бұл бір айлық тегін сымақ қой. Неге дұрыс пайдаланбасқа? Мен қашан тегін нәрседен бас тартып едім дейді. Ол құрылғаны алып, сақинаны тағады. Сиоми қайтадан сұраныс бойынша жігіт әлеміне кіреді. Танысу менеджері оны күлімдеп қарсы алады. Бүгін тағы да керемет таңдау жасаған сияқтысыз. Тезірек барымыз дейді ол. Сиоми оған ербады, бірақ әлі де күмәнданады. Оның ішкі дауысы жаудасады. Мин Хён мені қайта келуге көндірді, бірақ шынымен де Чхве сияқты нағыз вебтун кейіпкерінен де қызықты ер адам бар ма екен. Сосын ол мүлде жаңа әлемге қадам басады. Атмосфера өзгеше, Чхве Сеулдың әлеміне қарағанда жылырақ әрі бейберекетті сезіледі. Осымша құттықтаймыз, Сиоми ханым, екінші кездесуге шықтыңыз деп хабарлайды. Дәл сол сәтте ол бір жігітпен кездеседі, олар бір-біріне қарайды. Бірақ жігіт ештеңе деместен досымен бірге бұрылып кетіп қалады. Сиоми оның кетіп бара жатқанын қарап тұр. Демек, кампустағы ең танымал жігіт мені ұнатады ма? Қызық бұрылыс екен деп ойлайды. Бірақ шын мәнінде ол оны ұнатпайды. Әзірге ұнатпайды. Келесі көріністе Сиоми университетте құрбысы Су Джимен бірге жүр. Екеуі бірге жүріп, клубтардың стендтерін қарап, әңгімелесіп күлісіп жүреді. Атмосфера жеңіл, жаңа оқу жылының басын екі дос бірге тамашалап жүр. Көп ұзамай олар студенттік кеңестің стенді жанында ұзын кезекті байқайды. Олар бұл не үшін екенін сұрағанда, адамдар күнді жарысына билет алу үшін кезекте тұрғанын біледі.
Көрсетілгендей, шараға билеттер әлдеқашан сатылып кеткен, ал бәрінің осында жиналуына себеп Кан Жун екен. Қалай болғанда да, Со Джи билеттерді тауып алады, сондықтан олар ішке кіріп матчты тамашалайды. Сиоми кенеттен өзін университеттің спорт залында тұрғанын байқайды. Матч алаңында толық күнді киіміндегі жас жігіт дәл қуатты қимылмен жекпе-жекті жаңа ғана аяқтады. Көрермендер қол шапалақтап қуанышпен айқайлайды. Трибунадағы қыздар оның есімі жазылған плакаттарды бұлғап отыр. Оның бұл ғимараттағы ең танымал адам екені анық. Оның аты Канг Джун. Ол сәулет факультетінің студенті, күнді клубының президенті және кампустағы бәріне таныс тұлға. Ол Сиоми алғаш кездескен адам. Одан кейін Сиоми, Со Джи және басқа да бірнеше қыздармен бірге күнді клубына қосылады. Олардың көпшілігі Канг Джун үшін келгендерін ашық мойындайды. Алғашқы жаттығу кезінде Канг Джун оған негізгі қимылдарды көрсетеді. Оң аяғында алға қойды. Қылышты осылай ұста. Орташа қалып, енді басты көздеп соқ. Сиоми әр нұсқауды мұқият орындайды. Сосын ол қимылды жасайды. Бүкіл бөлме кенеттен тып-тыныш болып қалады. Ол жай ғана жақсы емес. Ол таңқаларлықтай жақсы. Басқа студенттер бір-біріне таңдана қарайды. Канг Джун оғанға бұл шынымен сенің бірінші ретің бе деп сұрайды. Сиоми де аң-таң болып, мен әдетте екі аяғымды шатастырамын. Қазір не болды өзі дейді. Канг Джун оған сирек кездесетін мақтау айтады. Тамаша жұмыс. Келесі жолы асыға күтемін. Сосын ол жай ғана кетіп қалады. Осыдан кейін Сиоми алғаш рет нақты қадам жасауға шешім қабылдайды. Ол жаттығудан кейін Канг Джунды ұстап алып, екеуі ғана кешкі ас ішуге қалай қарайтынын сұрайды. Канг Джун оған біраз үнсіз қарап тұрады. Сосын ол, сен шыдамсыз екенсің. Келесі жолы бір-бірімізді жақсырақ таныған соң дейді. Ол жауап беріп үлгермей жатып, Канг Джун кетіп қалады. Сиоми сол жерде тұрып қалады. Мүлде абдырап қалған. Ол тамсыл менеджеріне бұрылып, ол маған қазірдің өзінде ғашық болу керек емес пе еді. Бұл ақыры boyfriend on demand қой деп шағымданады. Менеджер оған сабырлы қарап, мұндағы 900 ер адамның бәрі бірден сені қуат деп ойладым ба? Чөве солай жазылған еді. Кейбір кездесулер басқаларға қарағанда қиынырақ деп жауап береді. Сиоми біраз уақыт ойланып қалады. Егер мен бұған күш салуым керек болса, онда бұл шынайы өмірден есімен ерекшеленеді. Менеджер иығын тиқан еткізеді. Баста біреуге ауысқың келе ме? Сиоми жарты секунд ойланып қалады. Жоқ, тоқта. Күте тұршы. Ол ауыспайтын болды. Есіше ол бар күшін салуға бел буады. Сөйтіп Сиомидің науқаны басталады. Күн сайын ол сабаққа әртүрлі болып келеді. Бір күні оның шашы бос әрі толқынды, келесі күні ұқыпты түрде артқа байланған. Әр әрекеті үнсіз тәжірибе Канг Джунның оған бір қарауын үміттеді. Бір күні ол оны дәріс залында байқап қалып, тезірек қасына барып отырады. Ол бұл орын бос па деп сұрайды. Ол басын изейді. Ол одан сәл шекке жылжуын өтінеді. Ол жылжиды. Профессор классикалық сәулет, бағаналы, храмдар, гексастил құрылымдары туралы айта бастайды, бірақ сол мей бір сөзінде естімей. Оның бар назары қасында отырған адамда. Дәріс аяқталған соң, Со Ми Канг Джун қайда барса, өзі де сол жаққа бару керек деп шешеді. Күнді жаттығуында Канг Джун Со Миге жеке жекпе-жекке шығуды ұсынады. Ол келіседі. Ол оған анық айтады, бұл жолы маған жеңіл қарама. Бар күшімді сал. Ол басын изейді. Олар жекпе-жекке шығады. Жекпе-жек аяқталған соң, нәтижелер тақтасында Канг Джун жеңілді. Со Ми жеңді деп жанып тұрады. Келесі көріністе күнді клубы бірінші курс студенттеріне арналған қош келдіңіз кешін өткізеді. Барлығы ішіп, ойын ойнап қатты күліп жатыр. Сол Ми да бәріне қосылып, айт шындықерін ішіп, жоғарғы курс студенттермен әзілдесіп, барлығымен еркін араласа бастайды. Сол кезде Канг Джун келеді. Ол қасында отырған қызға қарайды. Сол Мидің ішкі дауысы құрғақ үнмен, мен бұл қызды басынан ақымап бағанымды білдім дейді. Кейінірек Со Ми Канг Джунның түспеуіне келіп, ашық айтады. Маған сен ұнайсың, Канг Джун. Үстілдегілер күлкімен қошеметтей бөленеді. Барлығы оның масекеніне сенеді. Канг Джун оған сабырлы түрде қарап, біз енді ғана таныстық. Сен мені онша жақсы білмейсің дейді. Оның даусында ешқандай қаталдық жоқ, тек сабырлы шындықты айтады, бірақ Со Ми мұны бас тарту деп қабылдамай. Ол мұны сынақ деп көреді. Ештен кейін екеуі бірге кампусқа қарай қайтады. Кім-кіміш? Әңгіме жеңіл, кенеттен жаңбыр жауып келеді. Екеуі де бір уақытта жүгіре бастайды, күліп барады. Олар бір-бірінен қашып жатқан жоқ. Олар қатарласа жүгіріп келеді. Бірнеше секундта суға малшынып қалады. Киімдері су болып кеткен. Ақыры жатақхана маңындағы бір жерге тығылып тоқтайды. Со Ми оған қарап, бұл киімде кітапханаға бара алмайтынын айтады. Ол алдымен киімін кептіру керек екенін айтады.
Оған күте тұруын айтады. Ол бір жерді білетінін айтады. Ол оны кір жуатын бөлмеге апарады. Кір жуатын бөлмеде Кант Джун су болған киімдерін кептіруге салады. Содан кейін ол кету керек екенін айтады. Сол Ми оған қарап, мен кеткім келмейді. Мен осында сенің қасымда болғым келеді, Кант Джун дейді. Ол оған ұзақ қарап тұрып, сен ерекше адамсың дейді. Сосын жұмсақтау үнмен, сен шынымен батылсың, иә. Дейді, бұл шағым емес. Кетер алдында ол артына бұрылып, ақырын ғана суық тиіп қалмасын дейді. Келесі көріністе бірнеше күн өтеді. Түстен кейін сол Ми кітапханада тыныш қана отыр. Ол жоғары қарап, жақын жерде Кант Джунды байқайды. Ол сол Мидің өзіне қарап отырғанын түсінгенде оған қарай келеді. Бір сәтке кідіріп, тамақ іштің бе? Деп сұрайды. Сол Ми басын шайқайды. Жоқ, ол сәл ғана басын изейді. Онда жүр, тамақтанайық. Екеуі шағын мейрамханаға барып, бір-біріне қарама-қарсы отырады. Олар әңгімелесіп, екеуі де бақытты көрінеді. Кейінірек екеуі бірге бір жобаға кіріседі. Бұл Кант Джун жұмыс істеп жатқан сәулет тапсырмасы. Оған сол Ми біртіндеп араласа бастайды. Олар үстелге қағаздарын жайып қатар отырып жұмыс істейді. Кант Джун бір нәрсе сызады да, оны сол Миге көрсетеді. Сол Ми басын сәл қисайтып, шынайы пікірін айтады. Осылайша олар бірге көптеген бақытты сәттер өткізеді. Осы уақытта шынайы өмірде, нәмі кеңсесінде оқиғалар жалғасуда. Директор сол Миді өз кабинетіне шақырып, оған Йонсон қоңырау шалғанын хабарлайды. Ол 2 апта демалыс сұраған, тіпті әйтпесе, менің жерлеуіме келесіздер депті. Сосын директор мүнде күтпеген нәрсе айтады. Жақсы жұмыс. Соңғы эпизод ұнады. Осылай жалғастыра бер дейді. Сол Ми әлі ештеңе айтып үлгермей жатып, ол оған демалыс береді. Кейінірек ол әріптесіне жаңалық айтады, 2 апта тегін демалыс. Әріптесі бірден Чеджу аралына баруды ұсынады, бірақ Сео Ми басын шайқайды. Келесі көріністе Сео Ми құрбысы Чи Йонмен бірге тамақтануға келсе. Әңгіме барысында Сео Ми кенеттен, егер қайтадан 20 жасты болсам, не істеп көргім келер еді деп сұрайды. Чи Йон бірден күлкілі жауап беріп, екеуі де күліп жібереді. Бірақ содан кейін Сео Ми өз сұрағына байыппен жауап береді. Мен өмірімнің мүлде басқа болғаным қалар едім. Дәл керісінше, біреуді ұнатсам, бірден барып өзіме тартар едім. Өте белсенді болар едім. Чи Йон күлкіден жарылып жібереді. Сен 20 жасында өте белсенді едің ғой. Сео Ми түсінбей қалады. Чи Йон оған сол кезде Се Джунның шын мәнінде Найға ғашық болғанын еске салады. Бірақ Сео Ми оны қуып жүріп, ақыры өзіне қаратып алған еді. Ол бұл туралы мүлде ұмытып кеткен екен. Оны бірінші болып өзі іздеген еді. Сео Ми үнсіз қалады. Онда мен қалай осындай болып кеттім? Чи Йон иығын қиқаң еткізіп, жай ғана онымен ұзақ уақыт кездескенім сені өзгертті дейді. Одан кейін кеңсе ұжымы бірге кешкі асқа шығады. Пак Ган да келеді. Бұл бәрін таңғалдырады, өйткені ол мұндай жиналыстарға ешқашан қатыспайтын. Тыныш қана ол сол кеште үйге бару сәл ыңғайсыз болғанын мойындайды. Кешкі ас аяқталған соң ол мен Сео Ми мейрамханадан бір уақытта шығады. Ол жай ғана үйге бара жатырсың ба деп сұрайды. Сео Ми басын изейді, бірақ кенеттен өзін жүдеп. Жоқ, менде шын мәнінде кездесуге баруым керек. Пак Ган онда кездесуден ләззат ал деп жауап береді. Сео Ми оның кетіп бара жатқанын қарап тұрады. Бірақ ақыры Сео Ми суық көшеде жалғыз қалады. Кездесу дейсің бе? Шынымен бе? Ақылымнан адастым ба? Содан кейін ол да жүре бастайды. Келесі көріністе үйде оның телефоны жанып, визуалды дизайн сабағының топтық чатынан хабарлама келеді. Наи мобильді үйлену тойына шақыру жіберіпті. Се Джун мен Наи үйлену тойы 2025 жылдың қарашасының 23 жұлдызы. Чат бірден құттықтауларға толып кетті. Бір сәттен кейін Джи Йон Сео Миге жеке хабарлама жібереді. Ол есінен адастан ба? Сенің сол чатта бар екеніңді білетін еді ғой. Сео Ми экрандағы шақыруға үнсіз қарап отырады. Көп ұзамай оның телефонына шырылдайды. Ол Се Джун екен. Ол тұтқаны көтереді. Ол кешірім сұрап, Наи бұл жазбаның оған қаншалықты ыңғайсыз болатынын ойламаған шығар дейді. Сео Мидің дауысы сабырлы әрі орнықты күйінде қалады. Бұл басқа шақырулардан аса айырмашылығы жоқ. Се Джун жеңілдеп күрсініп, оның жақсы екеніне қуанышты екенін айтады. Сео Ми қазір тұтқаны қоюы керек екенін айтып, қоңырауды аяқтайды. Содан кейін түпеген жерден естеліктер қайта оралады. Олар үзік-үзік келеді. Жас Се Джун оның алдында тұр, жұмысындағы алғашқы күніне ұқыпты киінген. Мен жарасымды көрінем бе? Ол күреді. Ол кезде олардың арасындағы бәрі жақын әрі жаңа болатын. Бірақ тағы бір естелік керек. Бұл жол қараңғы ауыр. Басқа бір түн. Се Джун оның қолынан ұстап кетуіне жол бермей тұр. Сео Мидің дауысы жарақаттанғандықтан өткір шықты. Өзіңді кім деп ойлайсың?
Сейд Джон тамашқана жауап береді. Мүмкін бірінші болып мен айтқан шығармын. Бірақ екеумізде бәрі өзгергенін білді. Xiaomi басын шайқайды. Мен ешқашан өзгерген жоқпын. Кішкене үнсіздіктен кейін Сейд Джон жұмсақ дауыспен адамдар өзгереді. Егер мен сенің өзгергенін білсей алсам, бәлкім біз мәңгі бірге болар едік. Бірақ мен оған сенімді емеспін дейді. Дәл сол сәтте бәрі аяқталды. Boyfriend on Demand әлеміне қайта оралғанда, Кундо клубының бірінші курс студенттерінің саяхаты басталады. Xiaomi автобуста үнсіз отырып, ойында ескі естеліктерді қайта-қайта айналдырады. Әрқайсысы қашып құтыла алмайтын көрініс сияқты. Оның баяндауы да тамаша жалғасады. Біз ажырасқалы бері мен ешқашан бірге өткізген алғашқы күндерімізді ойлаған емеспін. Өйткені сен әлдеқашан өзгеріп кеткен едің, өйткені біз әлдеқашан аяқталған едік, өйткені мен сені қатты жек көретінмін. Ол бір сәтке тоқтап, жұмсақ үнмен қосады. Бірақ осында қайта оралды. Барлығы автобустан әдемі ашық алаңға түседі. Аспан олардың үстінде кең жайылып тұр. Алыстан жылы шамдар жанып тұр, алғашқы жұлдыздар көріне бастады. Кан Джун аспанды нұсқайды. Атқан жұлдыз. Оны жақыннан көргім келеме. Ол оны ұшуынан алыс, тымыш жерге бастап барады. Көрініс кейін ашылады, түнгі аспан жұлдыздарға толы. Xiaomi оған қарап кенет сұрайды. Қазір мені ұнатасың ба? Кан Джун үнсіз қалады. Ол тағы да сұрайды. Бұл жолы жұмсақтау үнмен. Әлі де солай емес пе? Ол тікелей жауап бермейді. Ол жай ғана оның жанында қалады. Сосын Xiaomi өзі де күтпеген сұрақ қояды. Егер сен басқа біреуде үйленсең, мені ұмытып кетесің бе? Кан Джун оған сабырлы түрде қарайды. Адамдар үйленгенде есін жоғалтпайды ғой. Мен бәрін есімде сақтаймын деп ойлаймын. Ол жалғастырып, онда мені қалай еске аласың? Соңында қандай болсам, солай ма? Әлде басында қандай болсам, солай ма? Кан Джун оған толықтай бұрылады. Бір сәттен кейін ол жауап береді. Бұл бәрі сенсің. Мен бәрін басында, соңында есімде сақтаймын. Xiaomi үнсіз қалады. Сосын ол сәл ғана басын изеп, жарайды, бұл жеткілікті дейді. Олардың арасында романтикалық көрініс пайда болған сәтте бәрі өзгереді. Оның алдында жүйелік хабарлама пайда болады. Xiaomi ханым, сіздің Boyfriend on Demand қызметінің бір айлық тегін сынақ мерзімі аяқталды. Xiaomi оны көргенде қатып қалады. Сосын ол бірден абдырап қалады. Ол жүйеге бұлай болмау керек екенін айтады. Дәл сол сәтте Xiaomi шынайы әлемде оянып жалғыз өзі үнсіз отырады. Бір сәтке ол Кан Джунның атын тағы да ақырын атап қояды. Оның жоқ екенін сезеді. Бір айдан кейін Xiaomi қалыпты өміріне және жұмысына қайта оралады. Немода бәрі жақсы жүріп жатыр. Компанияның веб-романдары әлі де жақсы нәтиже көрсетуде. Командалық жиналыс кезінде директор жаңа бір нәрсені жариялайды. Биылғы жыл сайынғы жазу байқауы басқаша ұйымдастырылады. Командалар өз жанрларын таңдаудың орнына директор оларды өзі тағайындайды. Содан кейін директор романтикалық фэнтези санатын жариялайды. Тағайындалған жазушылар Xiaomi мен Пак Дун. Олардың есімдері бірге аталғанда, екеуі бір-біріне қысқа қарап, кез қайтадан көздерін тайдырады. Жиналыстан кейін команда кешкі аспен ішімдік ішуге шығады. Әртістердің бірі кенеттен Xiaomi'ге танысу кездесуін ұйымдастыруды ұсынады. Ол жігіттің суретін көрсетіп, оның жас әрі сымбатты екенін айтады. Басқалары қуанып Xiaomi'ге қолдау көрсете бастайды. Бірақ Xiaomi сыпайы түрде бас тартады. Дәл сол сәтте Пак Дун, бірақ сен қазірдің өзінде біреумен кездесіп жүрген жоқсың ба дейді. Xiaomi бұл тек бұрын біреумен қысқа ғана кездескенін тез түсіндіреді. Ол мүлде қарым-қатынас болмаған. Кешкі астан кейін Xiaomi мен Пак Дун такси іздеп бірге жүріп қалады. Бірге жүріп келе жатқанда, Пак Дун Xiaomi'де романтаси байқауында бірге қазылық етуді асыға күтіп жүргенін айтады. Xiaomi ол екеуінің жұп болатынын бұрыннан білмеген сұрайды. Ол да білмегенін айтады. Көп ұзамай көшенің соңында екі такси келеді. Пак Дун оған бірінші таксиге отыруды ұсынады. Xiaomi таксиге отырып, жүргізушіге өзінің Намсандағы мекен-жайын айтады. Бірақ жүргізуші жай ғана Инчхонға ғана баратынын айтады. Xiaomi үлгеріп-үлгермей жатып такси жүріп кетеді. Кешкісін Джион оған қоңырау шалады. Ол Xiaomi'ге ертеңде Ионның жаңа үйіне арналған кеші болатынын еске салады. Джион оған ұмытпауды ескертеді. Келесі күні таңертең Xiaomi үй сыйлық алу үшін сыртқа шығады. Кенет ол үлкен топты байқайды. Басында ол бұл атақты адамның шарасы шығар деп ойлайды. Бірақ жақынырақ қараса, терезеде сұраныс бойынша жібек пап-ап дүкені деген жазуды көреді. Мим Ион кенеттен Xiaomi'ді топтың арасынан байқап қалып, кейін сыртқа шығып, оны қарсы алады. Мин Ион оны жылы касса алып, дүкенді көрсетуді ұсынады, бірақ Xiaomi тек өтіп бара жатқанын айтады.
Сосын ол Xiaomi'ден сұраныс бойынша жігіт қосымшасын ұнатып жүргенін сұрайды. Xiaomi шын ниетімен кейдің сынақ мерзімі аяқталған соң қолдануды тоқтатқанын айтады. Мен Йонг шынымен таңдалған кейіп танытады. Ол Xiaomi'дің пікірінің өте жағымды болғанын, тіпті оған құрылғыны сыйға бергенін еске салып, сондықтан міндетті түрде жазылап кеп ойдағанын айтады. Xiaomi сыйлығы үшін алғыс айтып, бірақ соңғы кезде шынайы өмірде тым бос емес екенін түсіндіреді. Кейінірек Чи Йонг қайта қоңыраушылы. Бұл жолы оның дауысы қобалжулы естіледі. Ол бүгін Да Йонгтың үйінде тағы бір қонақ болатынын, ол Да Йонг білетін жігіт екенін мойындайды. Басқаша айтқанда, олар Xiaomi'ге жасырын түрде кездесу ұйымдастырған. Xiaomi жай ғана жақсы істепсіңдер деп жауап береді. Көп ұзамай қоныс тойы басталады. Кездесуге арналған жігіт Мингю әлдеқашан сол жерде. Ол оған ерекше көңіл бөледі. Содан кейін бәрі шындық ойындарын ойнай бастайды. Атмосфера көңілді, еркін бола түседі. Xiaomi күтпеген жерден барлық дерлік ойында жеңіске жетіп, бәрін күлдіріп жібереді. Түннің соңында кеш аяқталғаннан кейін Мингю Xiaomi'ді сыртқа дейін шығарып салады. Ол оған өте жақсы уақыт өткізгенін айтады. Ол Xiaomi'дің сәл тұйықтау екенін, бірақ соған қарамастан өзін өте жайлы сезінгенін айтады. Ол оның өте мейірімді әрі сүйкімді екенін де айтады. Сосын ол Xiaomi'ден өзіне қатысты не ойлағанын сұрайды. Xiaomi сыпайы түрде кештің өзіне де ұнағанын айтады. Ол Xiaomi'ден тағы да кездесуді сұрайды, бірақ Xiaomi бірден бас тартады. Қоштасып Xiaomi жалғыз өзі бұрылып кетіп қалады. Содан кейін Xiaomi такси шақырмақ болады, бірақ жақын маңда бос такси болмайды. Ол телефоным қайта-қайта тексереді, бірақ әлі де ештеңе шықпайды. Осы сәтке ол виртуалды әлемдегі жігітін есіне алады. Ол оны ойлағанда бақытты сезінеді, бірақ ол шынайы емес. Келесі көріністе үйде ол виртуалды әлемге жазылу керекте, жоқ па, соны шеше алмай отырды. Ол өзін-өзі қайта-қайта сұрақ қалды. Ол шынайы кездесуді виртуалды қызметпен салыстыра бастайды. Ол шынайы өмірде кездескенде айына 500 мың воннан аз ақша жұмсаған кезі болды ма? Мүмкін емес. Тамақ, сыйлықтар, анда-сандағы саяхаттардың бәрін қосқанда шығын әрдайым одан асып кетеді. Сол сияқты ол өзіне көп сұрақ қояды, бірақ ең маңызды сұрақ соңғысы. Boyfriend андымен шынымен оны бақытты ете ме? Skype үзілістен кейін ол ақырын ғана иә деп жауап береді. Xiaomi телефонынан жазылу экранына қарайды. Негізгі тариф айына 500 мың вон тұрады. Бәрін ой елегінен өткізген соң ол өзіне соңғы сұрақ қояды. Егер солай болса, бұл қосымшаны қолданбауға шын мәнінде себеп бар ма? Енді еш ойланбастан ол батырманы басады. Төлем сәтті аяқталды. Көп ұзамай Xiaomi құрылғы сақинасын басына киіп, іске қосу батырмасын басады. Өзін қайта ашқанда, ол өзін әдемі люкс пәтердің ішінде табады. Бір сәтке ол таңданыспен айналасына қарайды. Бұл жер кең, сәнді және жұмсақ жаққа толы. Дәл қазір бұл жер қымбат қонақ үй сияқты сезіледі. Дәл сол сәтте Юни кенеттен оның артында пайда болып, еркін түрде амандасады. Xiaomi шошып кетеді, бірақ тез арада Юниден оны әлі де есінде сақтап қалғанын сұрайды. Ол жиі оның жадын өшіп тастаған жоқ па деп ойлайды. Юни сәл ренжіп, Xiaomi оны ақымақ деп ойлайсың ба деп сұрайды. Юни бұл пәтер енді Boyfriend on Demand әлеміндегі Xiaomi'дің жеке үйі екенін түсіндіреді. Бұрын алған ерекше заттар, мысалы, чхве берген көйлек осында сақталады. Алған барлық заттар ай сайын жаңа заттармен жаңартылып отырады. Xiaomi бүкіл пәтерді баяу аралап шығады, оның қаншалықты сәнді екеніне анықтан қалады. Экскурсиядан кейін Юни оған балконнан көріністі көрсетеді. Ол жерден бүкіл қала барлық бағытта әдемі болып жайылып жатыр. Жаңа кездесуді бастамас бұрын, ол Юниден бір өтініш сұрайды. Ол соңғы рет сол камджуммен болған сәті ең маңызды жерде аяқталғанын айтып, дәл сол көріністен жалғастырып, онымен қайта кездескісі келетінін түсіндіреді. Бірақ Юни бірден басын шайқайды. Бұл мүмкін емес. Xiaomi таңданып неге екенін сұрайды. Юни сабырлы түрде түсіндіреді. Белгілі бір адамды тікелей таңдау тек премиум жоспар. Xiaomi жазылған негізгі жоспар тек жүйенің серіктестерді кездейсоқ таңдауына мүмкіндік береді. Xiaomi бұл бағаға таң қалып, оның ақылға қонымсыз екенін айтып шағымданады. Юни жай ғана иығын қиқан еткізіп, бұл туралы көп ойламауын айтады. Ол Xiaomi'де Канжул мен Чхве, одан басқа жүйеде әлі жүздеген басқа ер адамдар бар екенін еске салады. Юни күлімдеп, жаңа тәжірибесінен ләззат алуын айтады. Осылайша Xiaomi келесі виртуалды кездесуіне дайындала бастайды. Xiaomi виртуалды кездесу сценарийінде оянады. Ол жолаушылар ұшағында борт серік формасын киіп жүр. Кенеттен ұшақта қауіпті жағдай туындайды. Жолаушы тапанша шығарып, ұшақ шайқалады. Бе Хёну есімді агент төтенше жағдайда әлдеқашан бақылау алған.
жиі Xiaomi'ді үшінші кездесуін бастағанымен құттықтайды. Ол айналасындағы дүрбелеңге қарап, ақылы нұсқаның өндірістік сапасына әзілдейді. Қане, шынымен де, ол мұндай қауіпті жағдайды көріп қорқып кетеді. Содан кейін ол кездесуден шығып кетеді. Келесі сценарий жүктеледі. Xiaomi өзін ауруханада интерн ретінде табады. Аға дәрігер дәлізде оған айқайлап жатыр. Ол ашушан әрі күйзелген. Одан кейін ол кенеттен бір аптадан бері оны ұнатып жүргенін және оның жауабын күте шыдамы таусылғанын мойындайды. Ол сезімін әсерлі түрде жариялайды. Мен жұмақ аралына бірге барғым келетін адам Xiaomi. Көрініс сот залына ауысады. Айттаушы мен судья заңды дауда бір-біріне қарсы тұр. Айттаушы кенеттен бүгін кешке боссың ба деп сұрайды. Судья сабырлы түрде мұнда махаббат заңынан дейіп тұрады деп жауап береді. Содан кейін тағы бір көрініс ауысады. Бұл жолы Xiaomi атақты актриса және ол бұл жолы өзінің оққағар жігітіне ғашық болады. Сол сияқты ол Boyfriend on Demand қосымшасында тағы бір кездесуден ләззат алады. Ол жерде өте бақытты көрінеді. Одан кейін бір идол шоуының көрініс көрсетіледі. Идолдың аты Jay Park. Сосын жаңа хабарлама шығады. Бұл Jay Park қатысатын құпия кездесу шақыруы. Xiaomi еш ойланбастан қабылдайды. Келесі көріністе шынайы өмірде біз Xiaomi мен Park Kun-ды кофеханада көреміз. Xiaomi әдеттегі кафесінде тек бір ғана кофе сатып алады. Ол әдетте екі кофе алатын Park Kun-ды байқайды. Бүгін ол тек біреуін пана алды. Park Kun сабырлы түрде бүгін қосымша кофеге мұқтаж болмағанын айтады. Бірақ бұдан әрі түсіндірмей. Кеңседе оның әріптесі Хибин соқыр кездесуге ренжулі. Жігіт тек туған күнімізбен ханым деп хабарлама жіберген. Содан кейін қайта кездесуге шақырмаға. Барлығы бұл хабарламаға күледі. Xiaomi Хибиннің телефонын алып, оның орнына бірінші хабарламаны жібереді. Хибин абдырап қалады, бірақ жігіт жауап беріп, демалыс күндері кездесуге келіседі. Сонда Xiaomi кейде алдымен өзіміз әрекет етуіміз керек дейді. Келесі көріністе жұмыста мәселе туындайды. Жазушы эпизод файлын соңғы сәтте жібереді. Xiaomi оны жүктейді. Кейін ол пікірлер бөлімін тексереді. Интернетте бір қате үшін шу шығып жатыр. Жаңа эпизодта Чойдың романтикалық сөзі. Ол кешіріңіз мазалағаным үшін, бірақ мен бұл әйелді алып кетемін деуі келеді. Одан кейін Xiaomi ең соңғы хабарлама жібереді. Бұдан былай файлды әрдайым сағат 19:00-ге дейін жіберіп отырыңыз. Бұл өтініш емес. Бұл бұйрық. Ол ақырын ғана қосады. Ұяттан өліп барамын. Янсон оны оқып ашуланып, неде ол таңертеңнен маған тиісіп жатыр деп ойлайды. Янсон пікірлерде жауап қайтарады. Айқайлап, өзімді Сежон патша деп ойлайсың ба? Сияқты сөздер жазады. Ол сыншыларда тіл маманы болып көрінгені үшін мазақ етеді. Одан кейін Xiaomi қайтадан қосымшаға кіреді. Виртуалды әлемде жаңа сценарий жүктеледі. Xiaomi айналасына қарап бір дауысты естиді. Бұл Канжун. Ол жерде 10 жасқа үлкенірек болып көрінеді. Ол оған ұзақ уақыттан бері есінде сақтап жүргендей қарайды. Ол сенге. Қанша уақыт өтті? Экранда көктем және сенбеген жазу шығады. Содан кейін жалғасы болады деген жазу көрсетіледі. Xiaomi сол сөздерге қарап, өз-өзіне мұның бәрі жазылымды ұзарту үшін жасалған айла екенін білдім, бірақ оны көрген соң тағы да алданып қалдым дейді. Xiaomi оған қарап, сен қатты өзгеріпсің, Канжун дейді. Ол солай ма? Сен де өзгердің. 10 жыл аз уақыт емес деп жауап береді. Ол сәл кідіріп, жұмсақ үнмен, бірақ сен әлі де өте әдемісің дейді. Ол жымияды. Осылайша бұл тарау осымен аяқталады. Келесі бөлімді көргіңіз келсе пікірде жазыңыздар. Біз оны сіздерге өте жақын арада ұсынамыз.